Күнімізде хит болған дубайский шоколадты бірге әзірлейтін боламыз, достар. Көріп тұрғандарыңыздай шоколады қалың, ішкі начинкасы толы, менің балаларыма да қатты ұнады. Ендеше кеттік, әзірлейік. Бізге дайын катайфи тестасы керек, қолмен жақсылап мыжып ұнтақтап аламыз. Шоколадты ерітеміз, 37 градус болғанға дейін салқындатып қоямыз. Катайфидің үстіне фисташка пастаны салып араластырамыз. Және де шоколадты әрлеу үшін осылай шоколадты бояп, астыңғы жағына жағамыз. Формамызға шоколадты жағып, начинкамызды салып, бетін шоколадын толықтай видеода көрілгендей жағып шығамыз. Және де тоңазытқышқа салып, толықтай шоколад қатқанға дейін тоңазытқышта 1 сағат ұстайтын боламыз. Шоколадымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздар оригинальный дубайский шоколадтан ешқандай да кем емес. Жасалу жолы өте қарапайым. Қараңыздар, шоколады қап-қалың, ортаңғы начинкасы топ-толы. Жеген кезде енді айта алмаймын сіздерге дәмін. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіздер. Ас болсын.